Сәлем, мен Дархан. Білесіз бе, біз 2017 жылы бір ақыр заманды апокалипсисті бастан өткізген болатымыз. Дәл сол жылы Нибиру деген метеорит немесе планета келеді деп қатты қорыққан едік. Немесе оны кейбір кезде планета X деп атайды. Атының өзі кей кезде үрей тудырады. Бірақ бұл Нибиру немесе планета X деген не нәрселер? Және 2017 жылы бәрі болжаған ақыр заман апокалипсис не үшін болмай қалды? Әрине бұл Нибиру туралы немесе планета X туралы видео ақпараттар, мәліметтер, бүкіл информациялар орыс тілінде және ағылшын тілінде өте көп. Бірақ қазақ тілінде мүлдем жоқ. Ертең бір ақылды сымақ шығып Нибиру туралы өтірік ақпарат таратып сізді алдамастан бұрын біз бұл мәселенің алдын алайын деп шештік. Сонымен Нибиру немесе айтып жатқан планета X деген не нәрсе? Және бұл метеорит пе әлде планета ма? Егер планета болғанның өзінде, бұл бізге 2019 жылы соқтығыса ма? Нибиру туралы алғашқы шығармалар және оқиғалар дәл мына Нэнси Лидер атты кісімен байланысты. Дәл осы кісінің ойы бойынша Нибиру шынымен де бар және онда саналы тіршілік иелері бар екен. Өйткені оның өзінің айтуы бойынша оның миы өзге планеталықтармен контактқа, яғни байланысқа түсе алады. Және сол өзге ғаламшарлықтарды Зета деп атайды. Тіпті интернетте осы Зетағаларға байланысты Zeta Talks деген сайт ашқан болатын. Және ең таңғалдырған нәрсе Zeta Talks деген сайттың 20 тілге аударылғаны. Бұл нені білдіреді? Демек, әлемде 20 тілде көретін болса, әлемде Нэнси Лидерді тыңдайтын және оның сөзіне сенетін адамдар өте көп. Жарайды, бұл сайтта Нибиру туралы посттар күнделікті уақытылы шығып отырады. Және 1995 жылдан бері әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. 1995 жылдан бері Нибиру құлайды деп 7 немесе 8 мәрте айтқан болатын. 2003, 2004, 2012 жылы құлайды деді, 2017, 2018, тіпті кейбір деректерде 2019 жылда құлайды деген болжамдар бар. Бір сұрақ туындайды. Осы кісілер Нибирудың не нәрсе екенін біле ме екен? Енді жаңағы Нэнси Лидерге келейікші. Бұл кісі жаңағы Зета деген сөзді жай ғана өзінің ойынан ала салмағанын, яғни бір фильмнен ала салғанын бір керемет орыс блогері дәлелдеп берген болатын. Я нашла нас. Мы рядом с Зета-2, созвездие сетки, вне нашей системы. Шынымен де қарап тұрсақ, жаңағы апаға өзге ғаламшарлықтардың атын қойып жатқанда, Чужой фильмдегі Зета деген есім еске түсіп, солай қоя салған сияқты. Оған қоса, күн сайын, ай сайын Твиттердегі посттарына қарасақ, көбісі өтірік екенін көреміз. Мына фотосына қараңызшы, Твиттерден байқап қалдым. Қазақша аударғанда Нибирудың суға және біздің электронымызбен қуатталған құйрығы найзағай сияқты деп аударылады. Білмеймін, мына нәрсеге шынымен сенетін адамдар бар ма, жоқ па? Егер сенетін болса, бұл демек шынымен жағдай қиын. Оған қоса, мына жазбаны естіңізші. You weren't really advising people to drown their dogs, were you? Yeah. You were? Yeah. Well, and the fact is, they're going to starve or be injured, and they're going to be in a worse situation. What if you're wrong, though? Мына жерде Нэнси Лидер деген апамыз жаңағы бүкіл үй жануарларын, оның ішінде иттерді өлтіру керектігін айтып жатыр. Неге деп сұраған кезде, жаңағы Нибиру деген планета немесе метеорит жерге жақындаған кезде және жермен соқтығысқан кезде біздің бүкіл үй жануарларымыз қиналмай өлу керек екен. Жағдай солай. Бұл Нибиру туралы алғаш зерттеген және Нибирудың бар екеніне сенген алғашқы адамдардың бірі болған. 2017 жылы осы бір Нибиру туралы тақырып тағы өршіп кеткен болатын. Дәл сол жылы күзде, яғни 2017 жылдың күзінде апокалипсис болады деп бүкіл әлем шулаған болатын. Сол апокалипсиске кінәлі бір кісі, ол Дэвид Мид деп аталады. Дэвид Мид деген кісі, нақтырақ айтсақ, оның кітабы Планета X. Ең бірінші әлем шулап кетті. Әлем шулаған көріп, орыстар шулап кетті. Орыстарға сеніп, біздің қазақтардың көбісі апокалипсис болады деп шулап кеткен болатын. Дэвид Мид Нибирудың Библияда жазылғанын айтып, оның жерге соқтығысатын күніне дейін әлемге жар салған болатын.
Мидтің есептеулері бойынша 2017 жылдың күзінде Нибиру жерге құлайтын болып шықты. Дэвид Мид бүкіл әлемнің элиталар өздеріне бункер тұрғызып алғандарына, яғни осы бір Нибируден құтқарылатындарына сенген болатын, өте сенімді болған еді. Әттең Нибиру үмітін ақтамады. Дэвид Мид туралы соңғы деректер 2018 жылдың 25 сәуірінде кездеседі. Дәл сол жылы, дәл сол күні ол 2018 жылы Нибиру жерге құлайды деп айтқан болатын. Бірақ Нибиру екінші рет үмітін ақтамады. Осы бір Нибирумен байланыстырылатын үшінші есім Закария Сичин болатын. Ол планета X деген атауды Нибиру деген атаумен ауыстырған ең бірінші адам болған. Яғни планета X деген атауды Нибирумен атаған ең бірінші адам болған. Закария Сичин әр 3600 жылда бір рет жаңағы Нибиру жерге жақындап отыратынын айтып өткен болатын. Және оның шығармалары және Нибируге қатысты зерттеулері көбінесе шумерлік және аккадтық мифологияларға сүйенілген. Мифологияда, яғни шумерлік және аккадтық мифологияда Нибиру туралы деректер Энома Элиш жазбаларында кездеседі. Қысқаша аудармасымен түсіндіріп кете салайын. Шумерлерде 10-нан астам құдай болған екен мифологияларында. Энома Элиште сол бір құдайлардың бірі Мардук жұлдыз планеталарды пайда болғызыпты. 12 айға бөлген, ол 12 айды 3-3-ден 4 бөлікке бөлген туралы жазылған. Осылай бәрін жаратып жатқан кезде Нибиру деген барлық нәрсеге жолбасшы центр болатын жұлдыз планетаны жаратады. Закария Сичин дәл осы сәтті ұстап алып, 10-шы планетада, яғни Нибируде бізден де дамыған, бізден де мықты, өзге саналы тіршілік иелері тұрады деп айтады. Ол саналы тіршілік иелерін шумерлік мифологиядағы анунакилермен салыстырады. Анунакилер дегеніміз шумерлік және аккадтық мифологиялар бойынша құдай тектес өзге саналы тіршілік иелері. Құдай тектес, яғни адамнан мықтырақ, адамнан білімдірек және адамнан цивилизациясы мықтырақ деген сөз. Осы теориялардан кейін әртүрлі ғалымдар, әлемде әртүрлі ғалымдар 2012 жылы ақыр заман болады деп болжаған болатын. 2012 жылы Нибиру келеді. Нибирудың гравитациялық күші, гравитациялық әсері біздің жермен байланысқан кезде жер жойылып кетеді деп айтады. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай біз аман есенбіз және орысша айтқанда бұның барлығы лженаучный гипотезалар. Планета X деген термин болған, ол шындық. Бірақ ол 19 ғасырдың екінші жартысынан 1990 жылға дейін ғана жалғасқан. 19 ғасырдың екінші жартысында Нептунның арғы жағындағы не бар екені, Нептунның арғы жағында қандай планета бар екені ғалымдарға, астрофизиктерге өте қызықты болды. Нептунның біртүрлі қозғалысы Нептунның арғы жағында тағы бір планета бар екенін көрсеткен болады. Яғни Нептун сияқты планетаны дәл солай біртүрлі қозғалыс жасау үшін одан үлкенірек планетаның гравитациялық әсері керек болады. Сонымен дәл сол планетаны іздестіру жұмыстары жалғаса береді. Ақыры не керек? 1930 жылы Клайд Томбо Нептунның арғы жағынан Плутон планетасын ашады. Бірақ физиктер және астрофизиктер ғалымдар Плутоннан үлкенірек, едәуір албырақ планетаны күткен еді. Өйткені Плутон сияқты өте кішкентай планета Нептун сияқты өте алып газды гигантқа өзінің гравитациялық әсерін тигізе алады деп айту өте қиын еді. Қараңыз, осы кезден бастап планета X деген термин қалыптасады. Планета X. Планета X, яғни 10-шы планета. Яғни Плутонның арғы жағында тағы бір өте алып планета бар деп қаралады. Осы планета X-ті жаңағы кісілер Нибиру деп атап жүр, қысқасын айтқанда. Осы планета X зерттеу жұмыстары, іздеу жұмыстары 1990 жылға дейін жалғасады. Неге 1990 жыл? Өйткені дәл сол жылы Voyager кемелері Нептунның қасына өтеді. Және бұрынғы ғалымдардың Нептунның массасын өлшеуде және оның көлеміне байланыстыруда үлкен қателіктер жібергенін көрсетеді. Яғни Плутон сияқты кішкентай планетаның өзі Нептун сияқты үлкен газды гигантқа өзінің гравитациялық әсерін тигізе алатынын көрсетіп береді. Тіпті НАСАның ресми парақшаларына, ресми сайттарына кірсеңіздер, Нибиру туралы немесе планета X туралы ешқандай ақпарат таба алмайсыздар. Неге? Өйткені НАСА бұндай болмайтын нәрселермен айналысқысы келмейді. Яғни Нибиру жоқ, ол толықтай дәлелденген нәрсе және НАСА оны біліп отыр. Ал мына Нибируды суретке түсіріп алдым, видеоға жазып алдым деп айтып жатқандарға не деп айтуға болады? Өте оңай. Олардың барлығы видеомонтаж, немесе фотошоп,
немесе басқа бір жарықтың эффекті араласқан бір фотолар немесе видеолар. Яғни ешқандай да не беру жоқ. Адам бір нәрсені көрсе, таңсық нәрсені көрсе, түйме дейді, түйеде етеді. Дәл біздің 1 наурызда болған оқиға сияқты. Астанада күннің қоралануы деген бір табиғи процесс орын алып жатады, ал оны адамдар ақыр заманның белгісі деп түсінеді. Ақыр заман келді Астананың. Мына бәле не бәле ау? Айналатына домалақ шеңбер. Көктемнің нұры ма? Мынан қара Астана. Көктемнің нұры ғой деймін, нұры. Сәке бер қара, не нау? Көктемнің нұры болдырып мынау. Айландыра түсіп. Ал негізінде бұл жай ғана гало эффект болатын. Гало эффект деген қазақшасы күннің қоралануы. Ол қоралану тек қана күнде болмайды. Ол айда болады және күнде болады. Ол эффект қалай пайда болады? Жай ғана күннің суық күндері дәл солай күннің бетін домалақ шеңбер қалыптастырады. Қысқасы ешқандай да бір таңсық бізге түсінбейтін нибиру, пибиру деген нәрселер жоқ. Барлығы физиканың дәлелденген, физиканың заңдарымен дәлелденген нәрселер. Сондықтан ешқандай да үлкен бір құпия нәрселерге сене бермеңіздер. Ал видеомыз соңына жетті. Дәл қазір видеоның астында подписаться деген нәрсе тұрады. Сол подписацияны басып кетіңіз. Одан кейін мына жерінде қоңырау шасын басып кетіңіз. Одан кейін видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайкты басып кетіңіздер. Келесі видеолар жақында, өте жақында шығады. Сондықтан сабырмен күтулеріңізді сұраймын.